Так, бүгін біз мен қазір сені көрсетемін. Осындай вышивка наборын алдық. Бала кешеден бері біздің азғантай миымызды жеп сұрап отыр, мен тігем дегесін. Атасы бізге бүгін тапсырма берді. Дүкенге барып келіңдер да, кішкене ақындадан мультфильм соны бізге бала тіккісі келіп тұрғасын. Осындай набор юнна вышивальщица алдық. Оны алғанда үлкенге алдық қой, кішкентай ренжіп кәдімгідей отыр. Үлкенге қуыршақ алып, кішкентайға қуыршақ алып, үлкенге осындай набор алдық. Это ең жай набор, простой. Мына жерде не сөйлеп жүргенге жоқ. Пяльцы. Вот. Мына мата ұстайтын және мына жіптер мүліне. Бір ине. Бір ине и мата. Енді біз ине болғасын, біз баламен екеуміз мына жерде тігеміз. Инемен жұмыс істеу ол жай нәрсе емес. Сондықтан біз біріншіден баланы үйретеміз қалай мына матаны мынаған бекіту. Балам, қара. Мынаны бекіту үшін осылай матаны қоясың. Дәл ортасына так. Сосын мынаны осылай тартамыз сыртына. Мынау ақтың сыртына қара. Мынау мата екі ақ пен күлгінің арасында қалу керек. Жарай ма? Міне, көрсетіп жатырмын. Әже саған қазір көрсетеді. Қалай ол кіреді. Жарай ма? Біз қандай сурет саламыз мына жерге, Жанай? Гүл, да? Жарай. Қазір әже саған береді. Так, ортасына қойайық. У меня не получается. Ну ладно, қазір көрейік. Өзім істеймін, саған көрсетемін. Окей? Анау әрең шыдап отыр. Өйткені оғанда тоже қызықты, но бірақта ол кішкентай әлі ене ұстауға. Мынау негізі резина. Бұрын бізде ағаш пәлісі болған. Ол бар, но бірақта ол кішкене үлкен. Сосын мен оны оған шығармай тұрмын. И тем более ол наборман кегесін, ол ойлаймын мен соған арналған. Міне біз тарттық. Қараңыздар, осындай бізде матақ боп шықты, да? Енді біз қарандашпен, Жанелі маған бір қарандаш керек, қазір мен алып келейін. Отыр сен. Отыр, әже Гүл. Так, сәлем. Менің атым Жанна Михайловна. Мен бестемін. Мен волонтермін. Мен уже балапанды бітірдім, фотоқанды бітірдім. Енді мен уже өсіп кеттім. Скоро школға барам. Тюльпан салсақ бола ма? А тюльпан не? Гүл. Гүл? Ну, давайте. Осындай. Қазір мен оны кішкене қаттырақ көрінсін деп саламын. Так, Жанель. И сосын сен мына сызық бойынша тігесің, окей? Так, бірақ та мынаны қызыл гүлмен тігеміз, так? Мынау қызыл. Жапырақтар бізде қандай түсті болады? Жасыл. Дұрыс. Әже осында ең оп-оңай гүл салды, тюльпан дейтін. Әже, мына жерге осындай, который жерде шөп болады ма істеуге? Жасыл шөп? Болады, бірақ та давай біз бірінші екеуміз мына гүлді бастайық. Ең біріншіден біз жапырақтан бастаймыз, жарай ма? Жарайды. Жапырақтан. Қазір әже жіпті инеге өткізеді. Так, маған ұнайды гүл. Жоқ, бірінші біз жапырақтарды жасыл түспен істейміз, жарай ма? Жарайды. Так, мөлені жіп. Гүлді мен істеймін, күлгін. Күлгінмен істейміз, иә. Өйткені маған күлгін ұнайды.
Ал енді мынау соқыр әже қазір муліне жіпті мына жерге өткізеді. Ана кішкентай бізде отыр, өйткені ол Скучно, мучно. істегісі кеп тұр. Но бірақ та оған мына жерде хотя бы үлкен мынау үйренсе. Тігуге. Негізі үлкен инемен жұмыс істейді. Но бірақ та ол Ожанара. Қазір. Так, біз жұмысын жалғастырамыз, өйткені жаңа ғана папалары келіп, біз кішкене тоқтап қалдық. Енді міне тағы да қайта біз жалғастырамыз. Жанеліміз міне әдемілеп жұмыс істеп жатыр. Кішкентай қыз мына жерде өз көмектесіп жатыр. Да? Осылай әженің көз қарасын алдында біздің Жанеліміз тігуге үйреніп жатыр. Вышивание дейді. Өнер қолмен, өнермен. Вышивание дейді, да, мұны? Істеп жатыр. Папалары келіп, кішкене қауышысып, папалар обед ішіп кетті. Вот, балалар қалды. Қазір біз 20 минутта біз жұмыс істейміз, сосын барамыз түскі обедте ұйықтауға. Өйткені обедте ұйықтау керек, та, Эльнара? Ұйықтағасын, сосын оянамыз, сосын жұмысты қайта жалғастырамыз. Дұрыс қой, да? Жанель? Жанеля қазір. Сосын біз басқа сюжет істейміз, я? Басқа сосын күн саламыз, сары неменді тігеміз. Да? Менің қызым мына жерде өзі ақырын тігіп жатыр. Міне осылай. Вот. Міне осылай өнер бізде кішкене болса да. Ана өз-өзімен тоже. Бір кішкентай жіп тастап, соған риза болып, мен деп айғайлап жатыр. Мен, да, сен да, Илюша да, Жанель да, екеуі молодец, екеуі бәрекелді. Әрқашан да осылай балақайлар жұмыс кішкене істеп, кешеден бері атасын мен тием, ата, мен осылай істейм деп үлкен қыз айтқасын. Атасы сөзін жерге тастамай, маған таң атпай ысыңдап, мына дүкенге барып келіңдер, сол дүкенде болса қалаға шығып кетейік, қаладан алайық, мына баланы үйретейік деп бірдеме болса да бір нәрсеге әйтеуір үйретейік деп айтқасын. Сол мына жерде балаларды өзімізше үйретіп жатырмыз. Болашақта керек болса да, керек болмаса да әйтеуір білетін болсын. Қазіргі заманда ене ұстайтын заман емес деп кейбіреулер шығар. Бірақ та қайдан білесіңдер? Танымалы модельерлер жас кезінен мүмкін оларда ене ұстап жүрген шығар. Біз білмейміз ғой. Сондықтан тартпа қатты балам, мына жерде міне. Вот, атукасы жүріп кетті. Сол. Кристиан Диор, танымал тігіншілер, Дольче Габбана дейтін, Пола дейтін. Оларда кезінде ойлаған жоқ шығар. Бастағанда үйіне ұстаған шығар. Қайшымен енені. Біз білмейміз ғой. Қалай болатын. Бұл өмірде. Әйтеуір менің көзім алдында. Осылай тартса, мына қатты тартпады, мына қашып кетеді тартса. Жарай ма, Жанель? Жеттің ба, Ақмеге? Гүлдеден жеттің ба? Уже еді қалды. Жарайды. Жақсы, рахмет балам. Рахмет. Осындай қол өнер баламыз
ақырын үйретіп жатырмыз, қолымыздан келгенше істеп атасымен. Көп рахмет назарларыңызға.